ақш мектебінде қайғылы оқиға. Техас штатының Ювалде қаласында 18 жастағы жігіт бастауыш мектептің 19 оқушысы мен 2 мұғалімді атып өлтірді. Қайтыс болған балалар 7-10 жас аралығында болған. Қылмыскер оқиға орнына дереу жеткен полиция қолынан қаза болды. Қанды қырғынға дейін ол өз үйінде әжесіне оқ атып мерт қылған. Мұндай әрекетке не себепті барған әзірге белгісіз. Осылайша бұл ақшта 10 күн ішінде болған екінші жаппай адам өлтіру оқиғасы. Мамырдың 14-інде Буффало қаласында 18 жастағы жеткіншек азық-түлік дүкенінде 10 жастағы адамды атып өлтірген еді. Осыдан кейін ақш президенті Джо Байден қару сатып алу заңын күшейтуге тағы шақырды. 18 жастағы жігіт қару сататын дүкенге барып, 2 суық қаруды сатып алғаны туралы ойдың өзі дұрыс емес. Қару шығарушылар 20 жылда агрессивті жарнама жасап, табысын арттырды. Бұл салаға қарсы шара қолдануға міндеттіміз.